Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. YouTube каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаймыз. Бүгін сіздерге мен өте дәмді бисквитный пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, пирог өте жұмсақ болып шығады. Пирог жасау үшін бізге керек заттар: 5 жұмыртқа және 200 грамм қант. Барлығын видеодағыдай жақсылап миксермен араластырып аламыз. Одан кейін біртіндеп сұйық май, сүт және разрыхлитель ұнды біртіндеп араластырып қосамыз. Барлығын өлшемдерін видеоның описаниясында қыздар қалдырып кетемін. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін пергаменттің үстіне пирогты біркелкі қылып орналастырып аламыз да 180 градус пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған бисквитімізға сгущенканы жағып орналастырып шығамыз.